Құрметті көрермен, бүгін Барт әндерінің күні. Осы мерекеге орай қонақжай студиямызда табылды Досымовтың ізбасары деп айтсақ та болады. Әнші Асхат Әмірғали бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң баршаңызға. Мерекеңізбен құттықтаймыз. Рахмет. Бұл сізге де тікелей қатысы бар мереке деп ойлаймыз. Енді жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгін Барт әншілерінің, Барт әндерінің күні. Енді осы орайда сұрақ туындайды. Жалпы Барт әншілеріне сұраныс бар ма? Жалпы Барт әншілер қайда өнер көрсетеді? Барт әншілерінің жалпы енді бір бас қосып концерттер беретін сияқты, бірақ мен оған қатысып көрген жоқпын. Барт әншілердің көбі мына Табыл Досым ағамыздың әндерін орындайды ғой. Негізі Барт әншілер бар, бірақ есімдерін ұмытып қалып отырмын. Маңғыстауда бар. Орындаушылар бірақ бар. Иә, орындаушылар бірақ бар. Ал жаңағы Табылды ағамыз секілді өздері шығарып ақын, Барт ақын деп айтамыз. Өздері орындайтын. Ондай жандар бар ма біздің? Ондай сол бар, Ақтауда бар, есімін ұмытып қалып отырмын. Бірақ есіңізде қалмағанына қарасақ көп емес сияқты, бірен саран ғана. Сіз өзіңізді Барт әншісің деп есептейсіз бе? Енді мен жалпы жан-жақты айта береміз әнді, бірақ сол өзім Табыл Досым ағаның әндерін орындап жүрген адам. Енді шыны керек, өз басым жеке айтсам, бұл күнге дейін Барт әншілер туралы білдім, естіген, бірақ біздің елде ондай бар ма, жоқ па? Соған қарай осы сұрақ туындайды. Барт әншілері бізде сұранысқа ие ме жалпы біздің елде? Жарайды, эстрада, айтыс ондай қатты сұранысқа ие емес шығар деп ойлаймын өзім. Барттық өнерді бағалайды деп ойлайсыз ба біздің елде? Жалпы бағалайды. Өзіңіз бірен саран, біз әрине бізді бағаламай қайттыңыз. Жақсы, дәл қазір естейікші, Барт ән ол қандай? Өзіңіздің жанды дауыста. Барт ән енді Табылды ағамыздың әндеріне қарап айтуға болады. Біріншіден өлеңін өзі жазады, әнін өзі шығарады. Шындықты айтады. Иә, шындықты айтады, өзі орындайды сосын. Гитарамен орындайды. Қандай ән орындайсыз? Bir жанды дауыстан көрсетсеңіз. Табылды ағамыздың «Мен қазақпын» деген әнінен бастаймын. Тамаша. Кешегі тәуелсіздік мерекесі құтты болсын баршаңызға. Мен қазақпын, жүре алмайтын шаттанбаса күлмесе. Мен қазақпын, ішкен асын тастай салар жыр десе. Мен қазақпын, ашуланып талақ қылар тірлікті. Шайға бола біргесе. Мен қазақпын, ашуланып талқан қылар тірлікті. Шайға бола біргесе. Мен бұл күнде құл емеспін, күң емеспін, азатпын. Енді азатпын, басымыздан өткен талай тозақ күн. Мен қазақпын, жалғыз атын сыйғармайтын қонаққа. Ертесіне қиналмайтын қазақпын. Мен қазақпын, жалғыз атын сыйғармайтын қонаққа. Ертесіне қиналмайтын қазақпын. Мен қазақпын, басқа жанмын деп айтуға жоқ дәрмен. Мен қазақпын, азапты да, ғажапты да көп көрген. Мен қазақпын, жүрегімде шырылдаған шындықты. Жасқамаңдар шоқпар мен. Мен қазақпын, жүрегімде шырылдаған шындықты. Жасқамаңдар шоқпар мен. Мен қазақпын, қазақпын деп айтамын. Халқым үшін қанды дағы кірмей қалай жай табам. Менің қаным тебіренсе, тентек Каспий секілді. Қиынайтұғын, үймайтұғын, арнасына сыймайтұғын қайтадан. Менің қаным тебіренсе, тентек Каспий секілді. Қиынайтұғын, үймайтұғын, арнасына сыймайтұғын қайтадан. Менің қаным тебіренсе, тентек Каспий секілді.
қинайтұғын, үймайтұғын, арнасына сыймайтұғын қайтадан. Ай, мына әнді Тамаша. ортада отты жағып қойып, кешке жақын көрпеге оранып тұрып тыңдайтын ән екен. Тамаша, керемет. Рахмет. Енді табылды досымовтың берсін, деп иә. әндері деп айтып қалдық. Бір талдау жасап көрейікші. Мына өзіңіз орындаған, мен Енді, қазақпын. мен қазақпын, ұнатамын мен сені, сәйгүлік. Табыл Досым ағамыздың әндері екіге бөлінеді. Біреу барттық жанрдағы, екіншісі лирикалық әндер. Барттық осы мен қазақпын, сәйгүлік, биіктік, жалған дүние көп қой әндер. Қазақ елім дегенше лирикалықтар ұнатамын мен сені кеңінен тараған. Махаббат сезіну. Не мен айтқысы саған келеді ғашық емес жалпы едім. табылдағамыз осы әндер арқылы? Табылдағамыз енді мен қазақпын деген әннің өзінде бірталай мағына жатыр ғой енді. Тәуелсіздік аларда өткенде 1986 жылғы дүрбелеңнен кейін туған өлең деседі. Сол кезде айтылған өлең. Алаңға шыққандардың бірі де осы табылдағамыз. Сол кезде ол кісі студент болған. 35 жылғы, 86, 21 жаста. Содан кейін шыққан осы мен қазақпын әні. Мен қазақпын, Қазақтың бар болмысы сипаттап, Жалған дүние. Жалған дүние сен атының өзі айтып тұр ғой енді. Жалған дүние бұл. Сөздері бір ауыр сияқты. Сөздері ауыр. Ең соңында айтады ғой, мынау жігіттер артық айтсам күнә тақпа, батайық күліп ойнап рахатқа. Бұл дүние берілген бізге прокатқа деп бітеді ең соңында. Сөздер керемет. Ой түсіріп, Дәлме-дәл, нақпа-нақ бәрін айтып. Енді бізде бағана бағдарлама барысында айтып қалдық. Жалпы барттық өнер деген біздің тілде айтсақ, табылдағамыздың бір сұхбатында өзі де айтқан екен. Біздіңше барттық өнер жыраулық поэзия. Жыраулықтан бері қарай келе жатыр. Келсем оған. Бұрын өткен жыраулардың жалғаушысы деп айтады ғой табылдағамыз. Солардың жазып кеткен толғау сияқты бұл да, солардың толғау сияқты болып келеді. Шындықты басып айтып дейсіз ба? Дұрыс айтасыз. Енді өзіңіз қалай ойлайсыз, жалпы біздің елде осы бард әндерінің орындаушыларына мүмкіндік бар ма жарып шығуға? Бар ғой әрине. Неге жоқ, бірінші еңбектену керек. Бардтық әндерді көбірек насихаттасақ неге шығу болмасқа. Сіз өзіңіз осы жолда бір қандай да бір жұмыстар жасап жүрсіз бе? Өзім енді көбіне мен орындаушымын ғой, енді өзім ондай өлең жазып ән шығарып көрген жоқпын. Мүмкін шабыт енді келетін шығар. Мүмкін. Күтіп жүрген жоқсыз ба? Жалпы осы эстрадалық бағыт бар, академиялық бағыт бар, дәстүрлі ән бағыты бар. Осы бағыттармен жалпы барттың бағыты ерекшелігі қандай? Қалай ажырата аламыз? Ара жігін қалай ажыратуға болады? Барттық әндер енді оның ажырататын несі бар, гитарамен орындау керек. Міндетті түрде. Жанды дауыста орындалу керек. Барттық әндер деген сол жол. Енді қалыптасып кетсе деп ойлаймыз. Көбінесе сіздерді қандай жиын тойларға шақырады? Біздерді енді мерекелік кештерге шақырады ма? Мерекелік кештерге шақырады. Сосын ағаларымыздың туған күндерінде енді біздердің көп тойға шықпаймыз ғой. Сондай. Қай жастан жоғары қарай тыңдайды сіздерді? Енді орта жастан жоғары. 40-тан ары қарай тыңдайды. Қалай қабылдайды? Өте керемет қабылдайды. Әсіресе енді табылдағамызды тірі кезінде бағаланған жоқ та, енді қазір табылдағамыздың әні десеңіз бәрі елең етіп қарайды. Елең ете қалады. Әндері қандай керемет, сөздері қандай керемет деп қазір адамдар бірінші тыңдап таңғалып. Енді өзіңіз айтып тұрғандай табылдағамыздың әні десе елең ете қалады деп, бізде шынымен елең ете бір жанды дауысты естіп алғаннан кейін тағы да сұрағымыз келіп отыр. Мүмкін көрермендер де елең етіп отқан шығар, тағы бір орындаса деп. Сол көрерменнің біздің тілегімізді бір орындап, қандай ән орындаймыз? Сәйгүлікті орындап береміз. Тамаша. Тарихы бар ма бұл ән? Сәйгүлік сөзін жазған Маңғыстаулық Светқали Нұржан ағамыз, ән Табыл Досым ағамыздікі. Бұл әннің енді тарихын онша көп қатты біле бермеймін, сондықтан анау мынау деп ештеңе айтпай ақ қояйын. Тамаша, ендеше әнге кезек берейік. Кездерде кейде қара бұлт айды бүктеген, үйіме үнсіз тұнжырап қайғырып келем. Талқысып жатып содан соң кетемін ұйықтап, ұйықтап кетсем түсімде сәйгүлік көрем. Мінемді шабам алдымнан аңғарлар қаптап,
таулардан нұрғып өтем заңғарларды аттап, жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым арманнан таппа. Ақ қусындымын бұл күнде айдыны қырау, қай жаққа апарып көмермін қайғыны мынау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Мінемді шабам алдымнан аңғарлар қаптап, таулардан нұрғып өтем заңғарларды аттап, жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым арманнан таппа. Мінемді шабам алдымнан аңғарлар қаптап, таулардан нұрғып өтем заңғарларды аттап, жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым арманнан таппа. Ақ қусындымын бұл күнде айдыны қырау, қай жаққа апарып көмермін қайғыны мынау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Бақ! Қандай керемет керемет орындау. тыңдап отыра бергім келеді, бауырап. Асхат мырза, уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сізді шын жүректен мерекеңізбен құттықтаймыз. Жалпы барша өзіңіздің әріптестеріңізді құттықтасаңыз болады? Иә. Ал енді барша қазақ еліне мереке құтты болсын. Бүгін бард әншілер күні деп жатыр. Бард әндерін орындап жүрген әнші бауырларыма да мереке құтты болсын деймін. Келе жатқан жаңа жыл мерекесі баршаңызға жаңа табыс, жаңа бақыт алып келсін. Рахмет сізге. Шаба беріңіз дейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, ендеше біз сіздермен қоштасамыз. Әр шаңырақта таңғы сағат 8:00-ден бастап Еуразия бірінші арнасын қосып бізбен бірге ояныңыздар дейміз. Аман сау болыңыздар.